Мынау Чесноков деген айналайын. Ойбай, мен кеше пост жаздым, бұл әділетсіздік. Барып тұрған дұрыс емес бұл. Не деген масқара мынау. Ислам Чесноков ойнап жатыр ана жерде ше. Анау енді дұрыс емес енді анау Ұлытауды издевательство жасап жүр анау ше. Жылдам анау деген тірі жан жете алмайды анаған бар ғой. Гол ұрып, ассистенттік жасады. Бір гол еще офсайд болып қалды. Біреуін кәдімгі вратардың төбесіне лақтырам деп арбыңдап кәдімгі ше. Не істерін білмей жүр анау. Анау Шотландия чемпионатына ма бір жаққа ауысып кететін адам. Деңгейі кетіп қалған. Динамо Загребке ауысып кетсе, айналайын ау деймін да нағашы. Пауок қызығып жүрмеді, қандай еді? Соң бір Грекиян командасына ауысу керек қой Еуропаға кетіп. Нақты ұсыныс болмай жатыр ау негізі. Сондай бірдеңе болып тұр. Анау футбол тобылдың да басшылығы сатқысы келіп отыр ғой, енді ақша жасап кішкене. Неден? Ыңғайлы бір. Шотландия чемпионатынан ұсыныс келіп Қартыс қой, қартыс. Негізі Жоқ, мына өзіміздің Қайрат, Астана сияқты клубтар неге шақырмайды? бәлкім ол өзі барғысы келмей тұр да, онда клубтар. Жоқ, қартыспен келісіп қойған дейді негізі. Клуб тобыл ақшасына келісе алмады дейді ғой. Тегін сұрап отыр ғой енді. Тегін сұрап отыр. Тегін демекші бұл қазір бір жылдан кейін тегін болады ғой бұл. Соны енді сатып үлгеру керек. Енді Боавишта деген клуб қызыққан, бірақ бір қызық жері Боавиштада трансферный бом пайда болыпты. Содан аламай қалып отыр. Жазда сатамыз, жабылып жүріп Исламды. Жазда майда сатамыз. Мен енді ашайын енді.